Шардара қаласында алғаш рет 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүруде. 60 пәтерлі баспана аудандық жеке кәсіпкер Талғат Жалғасбаев есімді азаматтың өз қаражаты есебінен бой көтеруде. Қазіргі таңда құрылыстың 85% аяқталған. Ендігі кезекте сыртқы әрлеу мен көгалдандыру, асфальт жабындысын төсеу жұмыстары атқарылуда. Ел қуанышын еселейтін сапалы құрылыстың алаңына бізде арнайы барып, жұмыстың барысын көзбен көріп қайттық. Қазіргі таңда 85% жұмыс аяқталып отыр. Қазіргі сыртқы әрлеу жұмыстарын бәрі бітті. Қазір мінекей балдар бітіп, қазір тура осы жинап жатқан кездері аяқталып. Кем-кетік майда-шүйде жұмыстар бар. Мына жерде асфальт төсеуіміз бар. Онда мына бордюрді қойып, қазір дайындап жатырмыз. Осы жауын-шашын қалмай, онда асфальттап алдындарын сол жұмыстар бар. 60 пәтер, 15 пәтері 3 бөлмелі, 45 пәтері 2 бөлмелі пәтерлер. Сырты қапталған, утепление. Оны кейін барып қазіргі мынау бізге Шардараға осы 1-2 жылдан бері газ келді. Осы газды қамтамасыз етіп, осы газбен қойып жатырмыз. Автономды әр квартираға осы газ қойып берейік деп жатырмыз. Инфрақұрылымдар бәрі жүргізілген. Осында канализациямыз бәрі қастарымызда, суда барлығы тегіс осы жерде. Ол жерден проблемалар жоқ. Құдай қаласа. Осы ашылу қуанышымызға келіңіздер. Айта кетейік, кәсіпкер бұған дейінде шардаралық тұрғындарға қуаныш сыйлап, баспана құрылысын жүргізіп, ел игілігі үшін пайдалануға берген. Аталған көп қабатты тұрғын үй құрылысы қараша айының соңында аяқталып, келер жылы тұрғындарға табысталатын болады. Бұл шардаралық тұрғындар үшін үлкен қуаныш болары сөзсіз, өйткені осыған дейін мұнда 5 қабатты заманауи баспана құрылысы жүргізілмеген.